мәселе ақшада емес, мәселе ДНК-да емес, мәселе ол сіздің анау отцовствосын емес, бар мәселе балалар жетім өседі. Осындай дінді дұрыс ұстамаған адамдардың кесірінен. Индира Исқұлованың өмірі шым-шытырман оқиғаға толы. 38 жастағы келіншектің 2 баласы бар. Қазір 3-сіне аяғы ауыр. Өзі 4 рет тұрмыста болған. Оның алғашқы күйеуі әрі қызының әкесі Асқар экс-полицей. Онымен заңды некеде болған және заңды түрде ажырасыпты. Екінші жолдасы әрі ұлының әкесі Жезқазғандық Біржан деген азамат, бірақ ол баласын мойындаудан бас тартыпты. Индираның 3-ші күйеуі Нұржан. Екеуінің некелері мешітте қиылған, бірақ салдыр-салақтық танытып, сол кезде құжатты құнттамапты. Жуан жұдырықты азамат аманаттап алған әйелін қорлап, балаларын түртпектеген көрінеді, әрі сараң боп шыққан. Бұған шыдамаған Индира ажырасып тынады. Биыл Рамазан айында тағы бір Қазбек есімді намазхан жігіт жалғыз басты келіншекке елші жіберіп, көңілін білдіреді. Құрандарын оқып солай істеді. Құран неке қиды үйден. Бірақ мешітке барып, ЗАГСқа барған жоқпыз. Өз тарапына мен не жібермеппін, ошонсым ұратындай қателік жібермеппін. Сол үшін күйіндім. Неге мұнша мұсылмандар бұндайға барады деп. 2 баламның әкесі діннен алыс, мүлдем алыс. Бірақ олар заңнан қорқады. Заңнан қорқып алимент беріп сөйтті. Көмектеседі, сұрасам бірдемесін берер ме, мынау енді дінде жүріп, ауыздарында Аллах бола жүріп, Аллахтан қорықпағаннан кейін мен соған күйіндім. Түңілгенім сол, бүйтіп ешкім таяқ жемесінші. Қыз балалар, әйел адамдар. Өзім қыз асырап отырмын. Индираның 2 жолдасы да деструктивті діни ағым өкілдері боп шықты. Нұржан қарызға батырған, ұрған, соққан. Ал Қазбек жүкті келіншегінен де, баласынан да бас тартып отыр. Қорған болады дегендердің қорлығынан қажыған Индира мешітке хабарласып, өмірмен қоштасатынын айтқан. Имамдар күттірмеді, күйзелістегі келіншекке көмекке келді. Зекет қоры азық түлік сізге мынау бір айлық коммуналдаңыздың қаражаты. Барымызға башымызға разы болсын. Мешітте ұстаздар қызмет жасайды, имамдар, сол кісілерге хабар түсті. Осылай бір апайымыз қиындыққа тап болған екен, соған рухани көмек керек деді, ұстаздардың көмегі керек, діни қызметкердің көмегі керек деді. Содан 2-3 күннен бастап осы кісімен жұмыс жасап жатыр мешіт ұжымы. Қиын жағдайға тап болған келіншектен араласқан жамағаты теріс айналды. Санасыз, ақылсыз, ал не Аллахтан қорықпаған, не заңнан қорықпаған еркектердің несінен әйел адамдар өздеріне қол жұмсайды, балалар сүмірейіп, жетім, қорқақ, сондай болып өседі. Қазір көрінгеннің босағасында жүрген Индира деструктивті діни ағымдағы экс-күйеулеріне соғыс жариялады. Қорғаушы жалдап, көресіні көрсеткен күйеулерін сот арқылы жазаламақ.